Қыздар, тоқып келе жатқан кезімізде мінекей бір жібіміз бітеді ғой. Сол бір жіп біткен кезінде қарап отырыңыздар да, ол жіп тоқып келе жатқанда мына жақтан мына бетті тоқып атқанда бітетіндей қылмай, мына ішіне кететін жіп жағынан біткенін соған тырысыңыздар. Мысалға, оң жақ бетті тоқып келе жатқаныңызда, оң жақ бетті мынадан көре аламыз. Мына оң жақ бет, мынандай болып тұратын болса, сол жақ беті, иә. Енді қараңыздар. Осы оң жақ беттен тоқып келе жатқан кезде бітсе, жақсы, өйткені ішіне қарай кетеді мына бітіп тұрған жері. Ал сол жақты тоқып атқан болса, бергі бетінде қалып қояды да. Соған мән беріңіздер. Енді қараңыздар, қалай жалғастырасыздар. Мына жіп өзі қалады. Келесі жіпті ашып аласыздар. Мінекей. Қазір дұрыстап алайын, түсіп кетті ғой. Келесі жіпті алдыңыздар. Басы тұр, иә, келесі жіптің. Крючокты, ілмекті келесі тоқитын петляға өткізіп алып, мінекей жаңа петлядан бастайсыз. Жаңа жіппен бастайсыздар. Жаңа жіппен бастадыңыздар, мінекей. Іліп алып қойдыңыздар, иә. Крючоктарыңызда мінекей екі петля тұр. Енді мына екеуін қатты тартпай, жай ғана байлап қоя салыңыздар. Қатты тартпайсыздар. Әрі қарай жаңа жіппен жалғастырып кете бересіздер. Көрдіңіздер ме? Жіптің жалған жері іш жағында қалды. Кейіннен әдемілеп бұны қиып, болмаса мына жіптердің арасынан кішкене өткізіп жіберіп, былайынан қалып қояды. Бұл сумканың ішінде, яғни астар тігілген кезде бұл жағы көрінбей кетеді да, мінекей сырты әдемі болып тоқыла береді әрі қарай. Өздеріңіз қалаған ұзындықтарыңызда тоқи беріңіздер. Одан кейін айтамын не істейтінімізді.